Сырым ауданының Қособа ауылында жаңа әкім сайланды. Бұл лауазымға үміткер болған үшеудің арасынан тұрғындар өздері сенім артқан азаматқа дауыс берді. Ауылдың ертеңіне немқұрайлы қарамайтын қособалықтар саяси науқанда ерекше белсенділік танытты. Қособа аудандағы іргелі ауылдардың бірі, аталған округте 669 сайлаушы бар. Олардың өз таңдауын жасау үшін бар жағдай жасалды. Сайлау учаскелері жасақталып, ертемен жұмысын бастады. Жергілікті тұрғындар да өздеріне артылған жауапкершілік жүгін жете сезінгендей, сондықтан белсенділік танытты. Жасы мен кәрісі учаскелерге ағылып, сайлау алды бағдарламасы ұнаған үміткерге өз дауыстарын берді. Ауылды көркейтіп, халықтың тұрмысын жақсартқанын қалаймыз дейді ауылдықтар. Елдің бірлігі үшін әкімнің жақсы болуына байланысты болды. Сол үшін енді сайлауға атқан сайлау әділ өтіп жатыр. Болашақта елдің амандығы, тыныштығы, еліміздің көркеюіне атсалысады деп ойлаймыз. Сайлау учаскелерінде алғаш келген дауыс берушілерге арнайы сыйлықтар да дайындалыпты. Ал 150-ші сайлаушыға жергілікті шаруа қожалығының жетекшісі 5 булма шөптің сертификатын табыс етті. Жаңа сайланатын әкімге үміт артқандардың бірі түйе палуан Еділ Үсенов. Спортшы нөмірі 296 Жыра-құдық сайлау учаскесіне келіп, алғашқылардың қатарында дауыс берді. Жолымыз салынып жатыр, су келіп жатыр, осындай мәселелер шешілсе деп ойлаймын енді. Бастап атқан осындай үлкен шаралар ғой, ел үшін, халық үшін. Ауылымызды жақсы көреміз, ауыл үшін еңбек етсін, халықпен бірге болсын деп есептейміз. Сайлау қорытындысы бойынша осы кезге дейін округ әкімі қызметін атқарып келген Бейімбет Жайманов қайта сайланды. Оған дауыс берген халықтың 73% сенім білдірді. Ажаргүл Алиева, Дәурен Қажи Ахметов, Қалбек Ақрап, Ақжайық телеарнасы.